Қайран жерім, саған да бір жеттім. Қандай ыстықсың, өміріме налымаймын. Тек бар дауыспен қазақ елі дегім келеді. Осы ұлы елімнің тарихын жалған дүниеге айта алмай өтем бе? Жоқ. Түбінде арманым орындалар. Күндердің күнінде елім егемендігін алар. Ұрпағым тәуелсіз елінде тұрар. Осы арманым үшін аянбай еңбек етем. Әттең, қолымды байлай берді бұл уақыт. Жоғарыдағылар мені түсінбейді. Ксро-дан бұрын өмір болған жоқ па? Мен тек өз елімнің тарихы бар екенін айтқым келеді ғой. Тергеу әдістері туралы жиіркенішсіз еске алуға болмайды. Тергеудің барлық барысында қорқыту мен алдап арбау қолданылды. Қандай ауыр қасірет татсам да, қаншама ауыр жазалансам да, отанымның адал азамат ұлы болып қала берем. Менен қолдан жау жасау кімнің мүддесіне сай келіп отыр? Шындықты айтқанның не айыбы бар? Сол шындығымның зардабын мен ғана тартсам ғой. Залым күш аяулы жарым Галиятайымды да аямады. Шәкірттеріме де әсері тиді ғой. Шыдашы Галиятай, мен үйге оралып келемін. Бәрі жақсы болады. Сен барда, достарым барда, менің күшім таусылмас. Елімнің ұлы екенін әлі дәлелдеймін. Ата-бабамның кім екенін жасырмай, басымды әлі көтеретін болам. Не серік пен ерік мақтанышпен айтар. Отанымның ұлы тарихын бар әлемге паш етіп, соған тырысам.